Assalamualaikum достар. 16 сұраққа жеттік дүниежүзі тарихы. 18 және 19 ғасырларда Жапонияны ұстанған жабық есік саясатының мәні дейді. Жалпы енді әуелі Жапонияға тоқталып, одан кейін ары қарай не үшін жабық есік саясатын ұстанғандығы туралы, қазіргі таңда қандай мемлекеттер әлем көшіне осы саясат ұстанатыны туралы айтатын боламыз. Жауаптарды қарайық. Самурайлардан қорғану, секундтық билікті құлату, республикалық басқаруды сақтау, императордың жақтастарын қорғану, еуропалықтарға елді тонатпау деген жауаптар тұр екен, иә. Жапония қандай мемлекет жалпы? Бізде шығыс, яғни күншығыс мемлекеттерінің бірі. Жапония аударғанда өз тілдерінде күншығыс ел деген мағына береді. Шығыс Азия жағалауында орналасқан, Тынық мұхитымен тікелей шекаралас мемлекет. Ең ірі аралдар Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю, жер аумағы 372 мың километр квадратты құрайды, халық саны 126 миллион. Яғни бұл қазіргі ақпараттар. Енді бізге тікелей тарихына тоқтайық. Тарихы жеткілікті. Жалпы алғашқы адамзат бұл жерде неолит дәуірінен бастап қоныстануға бастаған, одан кейін бұл жерде яғни сигундардың билігі болған, көтерілістердің түр-түрі болған, Тойго көтерілісі мысалы ретінде келтіретін болсақ, одан кейін жалпы 16 ғасырдың ортасы, яғни ұлы географиялық ашу жылдарынан кейін көптеген аймақтар отарланып бастады. Соның ішінде Азия, Африка және де Америка мемлекеттері қатты отарлауға түсті. Оны білесіздер, алғашқы ұлы географиялық ашулар кімнен келгеннен басталды? Кристофер Колумбтың саяхатынан басталды. Қай жылы? 1492 жылы Үндістанға бару сапарымен басталған болатын. Дәл солай кейінгі уақыттарда отарлауға кімдер көшті? Англия көшті, Нидерланд көшті, Франция көшті. Яғни портқа тікелей шыға алатын мемлекеттер өзге мемлекеттерді отарлап бастады. Және осы тарихи жағдай Жапонияға да жетті, Енді осы нәрсеге тоқталайық. Міне қарайтын болсаңыздар, ұлы географиялық ашылымдар су жолының маңызды дамуларын бастады дейді. Және де осы уақытқа еуропалықтар батысқа қарай, батыс мемлекеттеріне қарай және шығысқа қарай қатты күш алған болатын. Енді қараңыздар, еуропалықтардың келу уақыты Жапонияда орталық үкімет орнату жолында күрес тұсында дәлме-дәл тұспа-тұс келіп қалды. Яғни феодалдық қарым-қатынастардың даму уақытында келді. Феодалдық деген не? Ол жерге қарым-қатынас қоғамы, негізделген қоғам. Және де қараңыздар, 17 ғасырда үкімет басына келген Тогукува сигунаты елдің басын біріктіріп, мықты мемлекет орнатуды мақсат етеді. Және осы уақытта еуропалықтардың елден шектен тыс астамшылығы Тогукува сигунатына жабық есік саясатын ұстануға тура келді. Негізгі мақсат не? Еуропалықтардың елдегі христиандарды қуылып, порттар сыртқы әлемге жабық деп жарияланды. Яғни бұл саясат не үшін болды? Еуропалықтарға елді тонатпау деген мақсатта ұстанған болатын. Білесіздер, жалғыз мемлекет Азиядағы бүкіл, мысалы, Азияда қалай айтсам, орталық Азия мемлекеттері Ресей империясына отарланды. Оңтүстік мемлекеттер Үндістан, Бангладеш, Пакистан секілді мемлекеттер Англияға отарланған болатын. Одан бөлек араб мемлекеттері толыққанды тоже Египет мемлекеттер тоже Франция мемлекеттеріне, Алжирлар Францияға отарланған болатын. Тек қана Жапония не істеді? Жабық саясатын ұстану арқылы ешқандай ұлттық идеологияны бұзбай сақталып қалған жалғыз мемлекет болып қалды тарихта. Демек дұрыс жауап Е болады.